менің нағыз туған досым десе бәрі мазақ қылады ғой, достың да туғаны бола ма деп. Сол айтқан нағыз туған досы. Сол енді ол кісі деген 20 жылдан асып кетті. Былтыр енді барып қайтты ғой, 20 жылдығына. Гүлбаршын екеуі. Өмірден өткеніне. Соны ойлап, былтыр мына қызым Астанаға көшіп келген, журналист. Содан кейін енді бір жол түсе қоймайды ғой, бір себеппен болмаса. Ойлап жүредік, қалай барып білеміз деп. Соны мына қызымызды неғылып, жаңағыдай сылтауменен кеше 45-ке толып. Соған келдік. Сосын бұл барамыз дегеннен хабарлаған ғой әкесіне. Апамдар келейін деп жатыр. Сізге соғады деп. Бір жағы осының да жаңағы себебі тиіп жатыр енді. Әкем деген қуанып жатыр деп. Содан шыққанбыз енді. Сонымен бүгін келіп қалып жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Мына балдарды бәрін көргенімізге, фотодан көрген бір бөлек, бұлай көзбе-көз көрген бір бөлек қой. Өте қуаныштымыз бәрімізге де. Көп рахмет. Дастархан жайып, осындай. Асан болсыздар, өте қуаныштымыз, өте разымыз. Гүлбаршын дегенді осы 2 рет бар көріп жүрміз ғой. Де болды, тойға барды, садақада болды. Гүлбаршын саған да айналайын, менен жасың кіші ғой айналайын деп дейді, бірақ құрдасымның кемпірсің ғой. Көп рахмет. Мына балдардың осындай басын қосып, менің шалымды өкпелетпей, осылай отырғаныңа көп рахмет. Әйел адамға байланысты ғой бәрі де мына құлықтың бәрі. Балдарым сендерге де енді көп рахмет. Бастарыңды қосып, бізді қарсылап жатсыздар. Жүрек жарды қуаныштымын кереметтей. Разылығымды айтам сендерге. Ал енді қарақым, сенің арқаң біздің де мұнда келіп осы жатқанымыз. Саған көп рахмет. Өзің жүрегіңді қолыңа алып шауып барасың біздерде бірдеңе болсын. Мен ойлап жүретін едім. Осы қазақта мақал бар ғой, жан бар жерде қаза бар дейді ғой. Мен дегенде 80-ге келдім, бұл 85-ге келді. Осы бірімізге біріміз, енді мен кетіп қалсам, бұдан бұрын бұл келеді ғой қайткенде де. Енді мен бұл кетіп қалса, балдарды да танымай, мысал үшін. Бір далаға барғандай болам өте ойлайтын едім. Дәмімізді қайдап келсем деген әңгіме ғой енді. Келмесем де айтып, балдарға көңілімді айтам. Балдардың бәрін көрдім, мысалы. Сол балдар көрсін деп, бір жағын өзім армандайтын едім сондай. Бір көрсем деп. Қартым да жаңа келем деп жүргенде дәмімізді қайдамады ғой, келе алмай қалды ғой. Барып қайтайық деп еді. Демай демаса бәріміз болмайды ғой енді. Өте разымын енді, қуаныштымын. Аман болыңдар. Тағы да жақсылықпен кездесуге жазсын Алла. Аман болайық. Балдарым аман болыңдар, бауырларым бүтін, дендерің сау болсын, жұмыстарың ілгері қарай баса берсін. Тек жақсылық болсын, жақсылықта кездесейік.